Баршаңа сәлем достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен онлайн түрде қалай салымды ретінде ақша табуға болатынын көрсетемін. Бұл арнада достар сіздерге тек қана салымды ақша табу жолдарын көрсетіп келе жатырмын. Егер де сіз өзіңіздің ақшаңызды үйде отыра екі еселегіңіз келсе, онда осы арнаға қош келдіңіз, өйткені бұл жақта сіздерге тек айтып кеткендей салымды жолдарын көрсетемін. Негізі салымсыз ақша табу жолдары бар, сирек кездеседі, который реально сіз ол жақтан шынымен ақша шығарасыз. Инвестиция арқылы табатын ақша жолдары өте көп, бірақ оның бір 50-70% скам болып келеді, яғни өтірік. Сіз өз ақшаңызды айлық қаласыз. Сондайларға түспеу үшін сізге осындай арнаны арнадым. Бұл жақта сіздер проверкадан, мониторингтан өткен сайттарды сіздер көрсетемін, сондықтан арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге бірден көрсетіп кетейін, мен осы бейнероликті 17-де 2 USD табысқа жеттім. Бұл ақшаны қалай тапқанын осы бейнероликті сіздерге көрсететін боламын. Назарымызды проекттің аты Kuvo деп аталады. Бұл жақта бізге бірінші регистрация өту керек. Регистрациясы өте оңай. Бірінші өзіңіз данныйды жазасыз, одан кейін регистрация деген батырманы басасыздар. Кіресіздер, кіргеннен кейін бұл жақта айтып кеткенде бірінші бізге ақша салу керек. Бірақ та қанша салу керектігін таңдап алу үшін бізге бірінші мына продукт деген түймені баса отырып, мына жақта бізге роботтың біреусін таңдап алу керекпіз. Робот A1 деген бар. Яғни сізге бұл жақта $10-дан $500 аралығында құя аласыздар. Сізге күнделікті пайыз 4%, және де сіз ол контрактпен 30 күнге отыратын боласыз. Яғни мысалы $10 құйсаңыз, сізге 0.4 USD түсіп отыратын болады. Одан кейін 30 күн біткеннен сізге $10 обратно қайтарып беретін болады. Сол кезде сіз обратно қайтадан өз сумманы шешіп аласыз. Күнделікті профитті сіз уже табыс ретінде өзіңіздің әмияныңызға салатын боласыз. Одан кейін робот A2 бар. Бұл жақта $20 минимальный пополнение басталады. Бұл жақта 4-5%. Одан кейін $100 5%, одан $500 6%, $1000 7%. Сіздерге кеңес беремін тек қана робот A1-ді таңдауға. Бұл жақта сіз $10-дан бастап құя аласыз. Мысалы, сізде жатқан артық ақшаңыз болса $10, онда mine дегенді кіреміз. Одан кейін recharge деген түймені баса отырып, бұл жақта біз адрес кошелекті скопировать етіп алатын боламыз. Осы адрес кошелекқа біз ровно 10 USD жіберу керекпіз. 10 USD түскеннен кейін сіздің мына жерде балансыңыз 10 деп жазылып тұратын болады. Одан кейін сіз өзіңіздің роботыңызды активировать ету үшін продукт деген түймені баса отырып, қайтадан buy дегенді басасыздар. Осы жаққа сумманы жазасыз, мысалы $10 или $100 деген сияқты, и confirm деген баса отырасыз, сіз өзіңіздің роботыңызды сатып аласыздар. Мысалы ретінде мен бұл жаққа 100 USD құйған болатымын, және де робот A1-ді сатып алдым. Ең my product list деген мына жасыл түймені бассаңыздар, сіздерде қандай робот бар екенін көрсетіліп тұрады. Мына қараңыздар, мен бұны 6 күн бұрын сатып алған болатым, 24 күні қалған екен, бұл жақта обратный счет жүріп жатыр, яғни 2 сағатта маған тағы да 4 USD түсетін болады. Яғни 4%, бұл жақта мен $20 табысқа жеткенмін, $20 ақшаны шештім, мұны сіздерге көрсетіп кеттім. Withdraw кірем, точнее records деген кірем. И мұны қараңыздар, $20 шешкен болатын, бірақ та бұл жақта өзінің комиссиясы бар. Яғни сіздің комиссия стап қалады. И $17.2 маған түсті. Мысалы ретінде мұны сіздерге $20 деп жазсам, 2.8 USD комиссия стайтта, менде 17.20 таза түсетін болады. Ақшаны шешу үшін қалай шешеміз десеңіздер, withdraw деген түймені басасыздар. Бұл жақта минимальный вывод $20. Мысалы, сіздердің доступна көрсетіліп тұрады. $20-дан асқаннан кейін трес 20 USD сізде өзіңіз кошелек адресіңіз біріншіден сохранить етіп қоясыздар. Ол қалай сохранить етесіздер дегенде, withdraw деп бірінші басқан кезде сізге бірден сұрайды. Адрес кошелегін сохранить етіп қойыңыз деп. Сол кезде сіз өзіңіздің адрес кошелегіңізді енгізесіздер, яғни трес 20 USD. Именно соны тіркеп қоясыздар болды. Одан кейін жаққа сумманы жазасыздар, мысалы $20 дейсіздер. Жаққа өзіңіздің регистрация өткен кезде security pin деген болады. Яғни сіз санынан 6 сан жазу керексіздер. Мысалы 00000 деп осылай 6 сан жазса, санбит деген басып сіз ақшаңызды шешіп алатын боласыздар. Бұл жақта негізі 14% екен комиссиясы. И қараңыздар, бұл ақша шешу уақыты сағат Великобритания уақытымен 10-нан таңғы 6-ға дейін, или кешкі 6-ға дейін қателеспесем. И сол аралықта ғана шеше аласыз. Ал қалған, енді біздің Қазақстан уақытымен түнде шеше алмайсыздар, таңнан бастап
кешке дейін шеше аласыздар достар. Осылай өздеріңіз енді қызық ретінде кіріп мүмкін ақша тауып қалармын деген сәтпен кірсеңіздер болады. Айта кетейін, бұл жақта риск бар, ақша салу ол өз еркіндігіңізде достар. Егер де ақшаларыңызға айырылып қалсаңыздар, оған мен тым қатысым жоқ. Сіздерге бұны таныстыру ретінде көрсетіп жатырмын, сондықтан ақшаны салар кезде ойланып салыңыздар. Одан кейін достар айта кетейін, бұл жақта бізде TIAM деген бар, яғни сіздер партнерская программа, адамдар шақыра отырып, сіздер 3 сетінші программа арқылы табыс таба аласыздар. Біріншісі 10%, екіншісі 5%, үшіншісі бізде 3%-бен сіз табыс табасыз. Өзіңіздің жеке сілтемені салу үшін мұның төмен жақта көрсетілген. Осыны скопировать ете ала отырып, сіз табыс таба аласыз, салымсыз түрде бұл. Сосын достар, бізде Telegram группа бар, осы жерде сіздерге өзімнің отчеттарымды салып отырамын. Яғни мысалы бүгін мынандай табыс тапсам, соны салып отырамын. Мынандай табыс түсті, мынандай табыс түсті деген сияқты. Сондықтан егер де мені бақылап жүргілеріңіз келсе, онда осы Telegram группаға тіркеліп кетсеңіздер. Сау саламатта болғанша.